Бәріне ассалаумағалейкум. Менің атым Арынғазы Абдурашид. Бүгін Studying China компаниясымен осы БЛС университетіне түстік. Пекин қаласына. Бүгін бізде регистрация болып осы общежитияға келдік. Қоныс аударуға тұрып жайлап. Сол негізі бірінші рет қонған кезде сіздердің күтіп алғандарыңызға ерекше қуандық қой бәріміз. Андай күшті болды сізді көргенде. Басқа қонған кезде ең бірінші ауасынан таңғалдық бәріміз. Ауасы душный екен, влажный. Басқа бұлай көшелер әдемі екен, ағаштар, зелень көп екен. Университет бұлай сырттай әдемі екен, сол үлкен. Тағы осы площадь өте үлкен екен, ішінде андай таксилар болатынына таңғалдым. Ең удивительный мопедисттер шығар. Алматыда ең көп мопедисттер ме десем, осы жақта одан да көп екен. Сол велодорожкада всегда көп екен, сол мопедисттер. Арасы кешке қарай пробка болады екен. Соған таңғалдым. Әлі жемедік, бірақ вот кеше KFC жеп көрдік. Айырмашылық онша қатты сезілмеді. И пиццаны жедік. Тоже айырмашылық ондай қатты емес, болады екен. Вот регистрация қиын болды. Таңғы сағат 7-те тұрып, тамақ жеп, анау-мынау. Бұлай адам көп екен өте. И осы регистрациямен келген көптеген туындықтар болды. Бірақ барлығы тез өтті. Алхамдулилля, барлығын кірдік. Тіркелдік. Көп жерден өттік, көп документтер тапсырдық. Бізге сосын карточканы тез шығарып бергенде тоже таңғалдым. Осы жылы енді жаңа жылға дейін целіміз бар, HSK 5-ке дейін жетсек деген. Ары қарай егер қолымыз боса жатса, осы университетте болатын спорттарға қатысып, университеттен скидка алып алуға әрекет жасауға тырысамын.